Ромашка, яғни түймедақ шайының пайдалы қасиеттері. Ромашка романтика мен нәзіктіктің белгісі. Бірақ бұл әдемі гүл ғана емес, сонымен қатар өсімдік керемет емдік қасиеттерге ие. Сондықтан түймедақ шайы дәстүрлі және халықтық медицинада кеңінен қолданылады. Ромашканың пайдалы қасиеттері. Бұл дәрілік өсімдік гүлінде органикалық қышқылдар, пектиндер, сағыз, фитостерол, эфир майлары, апигенин және де басқа да биологиялық белсенді компоненттер бар. Түймедақ қабынуға қарсы және де тыныштандыратын қасиетке ие өсімдіктердің бірі. Оның көп жағдайда зиянынан көрі пайдасы басымырақ. Әсіресе мынадай жеті жағдайда дәріханаға жүгірмей-ақ түймедақ шайын ішіп алуға болады. Ұйқы бұзылса, түймедақ ұйқы бұзылуын қалыпқа келтіріп, түніңізді тыныштандырады. Ғалымдар түймедақ шайымен қатар эфир майының да дәл осылай әсер ететінін зерттеген екен. Түймедақ құрамындағы заттар мидағы нейрондардың белсенділігін төмендетіп, ұйқыны шақырады. Егер де ұйқыңыз қашатын болса, осыны еске алсаңыз болғаны, яғни түймедақ шаймен көзіңіз тез ілініп, тыныш ұйықтайтын боласыз. Келесі бел аурулары, яғни бел аурулары жарықтың пайда болуынан ауруы да мүмкін. Алайда көп ретте бел бұлшықеттеріне ауыр салмақ түскенде адам осындай күй кешеді. Сондықтан да бел ауруы мазаласа, ваннаға кептірілген түймедақ пен лаванда майын құйыңыз. Ол үшін бір стақан түймедақты ваннадағы жылы суға салып, 2 ас қасық магний тұзы мен 5 тамшы лаванда майын тамызасыз. Ваннаға түсіп 10-15 минут жатыңыз. Тұз бен түймедақ бұлшықеттерді босаңсытып, ауырғанын басады. Келесі ұсталмалы ауруларда. Дәріханалық ауруды басатын дәрілермен бірдей әсер беретін өсімдіктің бар екенін Пенсильвания ғалымдары дәлелдепті. Олар ауруларды 2 топқа бөліп, біріншісін түймедақ сығындысымен, ал екіншілерін басқа дәрімен емдеп көрген екен. Нәтижесінде түймедақ гүлімен емделгендердің жағдайы жақсарған. Сол себепті де өзіңізді жайсыз сезіне бастасаңыз, осы емді қолданып көріңіз. Келесі көз астындағы қара дақтарды кетіреді. Түймедақты косметикалық мақсатта да пайдалануға әбден болады. Ол ісікті басып, көз айналасындағы теріні ағартады. Ол үшін 2 пакет түймедақ шайына қайнаған су құйып, суытып қойыңыз. Суыған соң көзді жұмып, түймедақ пакеттерін қабағыңызға қоясыз. 10 минуттан соң пакеттерді алып тастап, көз айналасын салфеткамен сүртіңіз. Ісінген көздер қалыпқа келіп, демалып қалады. Сонымен қатар, қан құрамындағы қант жоғарылағанда түймедақ шайын күнделікті ішкен жағдайда екінші топтағы қант диабетімен ауыратындардың қандағы глюкоза мөлшері қалыпқа келетінін Иран ғалымдары дәлелдеген екен. Бұдан жақсы нәтижеге жету үшін зерттеушілер бір шыны түймедақ шайын түсте және де кешке тамақтанып болған соң ішу керектігін айтады. Және де іш ауруларында, іш өтіп ауырғанда немесе балалардың ішіне жел толғанда түймедақ ауырғанды басады. Дәріні шай сияқты демдеп ішу керек болады. Және де ете кірі алдында бел ауырса, әрине қыздарға байланысты, жылы ваннаға бірнеше тамшы түймедақ гүлінен алынған эфир майын тамызып, 10-15 минут жату керек. Сонда көңіл күйіңіз қалыпқа келіп, арқаның, белдің ауырғаны басылады. Жоғарыда берілген барлық кеңестерді дер кезінде пайдалана білсеңіз, денсаулығыңыз сыр бермейтін болады.